67 dedik, қазір 74-ке кетіп қалдық. Bu işi. Иә, артық бермей отырмыз. Қуанып отырмыз, ең бастысы. Мына Жанболаттар отыр, біздің артымызда. Tuğ maşık saydan gelip. Иә, өте баса. Осы жерде көп біздің ауылдың балдары ғой. Мына келіндерден мына Жанболаттың келін дейміз ғой. Басқа жерден болса да біздің Машик сияқты болып кетті. Maşık sayı mı değil gözeyde? Иә, таза Машик сияқты. Сосын екінші айтайын деп отырғаны, Нұрик па кім еді, Нұрлан? Нұрмағамбет, ол Нұрик деп жазады ғой. Алматыға ел орыс болып кетті. Sonra келінді айтамын. Қатты риза боламын, еш уақытта қалған жоқ. Я Жамбылдан қатты риза болдым, әр уақытта ол. Басқа келіндер үлгі алсын осы келіндер. Жоқ, мен айтып жатсам, сен басқа мен жақсы көретін келінді айтып жатырмын. Өз келінді айтасың. Сондықтан қуанып жатырмыз, өмір дейсің зыр ете түс деп айтып жатырмыз. Мына жерде бірге оқығанына берік отыр, бір класста оқығанына Жамал отыр, бір класста оқыған. Иә, бірге отырмыз енді. Келесі жылға жетейік деп бісміллә деп кетіп жатырмыз ғой. Бісміллә дейміз. Ана қай уақытта ұстайтын. Қорқып келдік. Жоқ, қорқып келген жоқпыз. Жаңа айтып отырмын. Армандар салтанат Астанадан келіп жатыр деді ғой. Қазір туғанымыздай болып кетіп жатыр енді. Енді осылар ғой біздің. Жас еміс жылдан полковниктен шықты. Алдында айтып отырмын, жағдайы жақсы. Қанша жыл болды шыққаныңыз? Берік Жұмағали. Сізден ертерек шықтым ғой. Берік Жұмағали. Мен сөйлегенде көрмеңізші қойымды. Жақсы. Берік Жұмағали. Менің үшеуміздің пенсиямызды осқанда бұның пенсиясы көп. Сондықтан мен бұны жақсы көремін. Кейде қыдырып кетеміз екеуміз. Енді бәріңізге сол жаңа Маштик сайда осының бәрі көргеніміз, әке шешемізден көргеніміз. Біреулер айтады, көріскенде құшақтасу керек дейді. Бүгін Ақтөбемен Атыраудың кісілермен бірге боламын, ертең тағы бір құшақтасу керек дейді. Sen bilmiyorum şaptası var. Олға солға екі рет. Олға мен айтым, бала кезден көргеніміз, қолымызды береміз дедім. Жақсы, екі шақтауды да білмейміз, екі кәмпет, пряник, ол пряникке басына соқсын жарат. Бір пряник мәмпесейде соған емез береміз. Енді осымызды өзгеріп дейік. Ya sen жаңа ренжіп келдің ғой. Mesela Содан кейін, үйге бәге, қолда бір көріскенде. Соны айтамыз, ақыл айтатын арымыз ғой. Шақтай мен қазір қарап. Ол қарап. Бергес. Шақтаны бұлай шақтан. Бұлай қара. Ол осылай шақтайды. Әлгі кештің қамымен жүргенде кіріп келгенде шығар. Көжені шығарайық деп жатырмыз ғой. Videolarda görsün. Burada git. Көрістім деп отырмын ғой, дейтін қайдамыз. Шын айтқанда, келе алмай қалғандар, келешіде келетін болар, ешкімді кінәлауға болмайды. Қиын уақыт қой. Көргенде жүрген шын айтқанда. Ниетімізді келеді, келешіде көбейе берейік, естіп ойнап көріп жүре берейік. Осылай, мұнда түспей қалады. Керемет біз, жақсы. Енді көңілі келіп Орныңа келді ма? Мен дұрыс көрістім бе? Алдында көріскенде жақсы сөйлейтін едім. Жақсы сөйлейтін едім. Көріспей қалғандар. Ал енді, рахмет. Енді осылай, тілек айтып сөйлеп отырайық. Кешім үшкенмен азын шоғын әзіл қалжыңын айтып жатыр. Осы ғой, жаңағы бұра сөйлеген күлуге жатыс дейді. Сондықтан аздап, әзілін үйлесе атыңдың ойна дейміз. Сондықтан күліп ойнап отырғанға жететін ештеңе жоқ. Бәріңізге де осылай атсасып том сарай отырсақ, онда сәні болмайды сахнамыздың. Ал тейіп айналайын. Өзіңді сәл танысың. Неге келдің? Ал енді мынау жүрген соң бұл өмірде қадам басып, жүрейік, жиі осылай көрісіп, одан кейін араласып. Ассалаумағалейкум, аға жеңгелер, қалайсыздармен алдыменен амандасып, аман салып тұрасайын. Мынау мереке құтты болсын. Қазақтың салт дәстүрінде көрісу күні жалпы наурыз айы мереке айы. Түгел әйелдер мерекесі болды, аналар мерекесі. Бәрі
бүгін жұптасып осы жерде отыр екенсіздер, көргеніме қуаныштымын. Тағы да сіздерді көріп ағалар. Аман болыңыздар. Енді біздің қолымыздан келетін адам баласы өмірге қонақ, адамның жаны тәніне қонақ, нұр дастархан жайылған ол көңілге қонақ дейді. Көңіл ғой, сыйластық пен қимастық дейді. Көңілдеріңізді көтеріп кетейік әндетіп. Сөйлеуін беріп аяғам өзі сөйлеп отырады. Енді әндетіп отырайын. Болды ма аға?